Сәлем достар, қаттама пісіреміз. Дәмі ерекше, өте үгілмелі болып піседі. Ол үшін жылы суға тұз, дрож, ұнымызды салып, нанға ашытамыз ғой қамыр. Сол сияқты ашытамыз. Міне менде осындай қамыр шықты, 3 суалы. Міне қатты ашытпаймыз бұл қамырды. 20 минуттан кейін осылай бөліктерге бөліп жаямыз. Осындай өте жұқа болу керек. Мен бұның құрамына қандай май жақты десеңіздер, кәдімгі тоғмай бар ғой. Сол тоғмайды, ақ майды, сары майды. Үйде сол 3 майды араластырып, осылай ерітіп алдым. Сол жұқа жайылған қамырға осылай бөліп кесіп үстіне қойсаңыздар, қаттамаларыңыз өте үгілмелі, дәмі ерекше болып шығады. Негізі осындай қаттаманы тоғмаймен істесеңіздер, дәмі басқаша болады. Жасап көріңіздер. Менде бір зуаладан 2 қаттама шықты. Міне осылай орап алып, үстінен басып. Міне қалған жарты зуала. Барлық жеріне май жағып аламыз. Менде тоғмай ешкінің бүйрек майынан шұжғырылған тоғмай. Міне осылай кесіп бірінің үстіне бірін қойып, қаттамамызды енді ораймыз. Bir шетінен бастап дөңгелетіп орап, үстінен басып қоямыз. Және бұл қаттаманы жайып пісіру үшін міне 15 минут демалды. Қамырымыз демалған екен, жайып тапаға орналастырамыз. Шанышқымен осылай барлық жерін осылай майдай тез шығамыз. Міне піскен бәті. Енді тағы бір зуаланы осылай жұқа етіп жайып, май жағып, домалақтап ораймыз. Менде видеосы түспей қапты. Міне осындай көлемде болып орап аласыздар. Және осыны майнанның көлемінде қылып, осылай жайып аласыздар. Бұны майға қуыратын қаттама. Майды қыздырып болғаннан кейін осылай ортасын тесіп, шанышқымен тесіп, осылай тоқтаусыз қозғап тұрамыз. Қызып тұрған майға салып, осылай пісіріп аламыз. Міне өте үгілмелі, дәмі деген енді басқаша. Жасап көріңіздер. Қызған майға салған кезде үнемі осындай қозғап тұрыңыздар. Әйтпесе ісіп кетеді. Майын сорғыту үшін салфеткаға қойып қойыңыздар. Міне менің балапандарым күтіп отыр менің пәтерімнің піскенін. Міне достар, майға қуырған пәтеріміз. Әсеп пешке піскен пәтеріміз. Дауысын қараңыздар. Арасы бөлек. Тамда. Ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.